Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін тағы осындай заказға пісірген молочная девочка, яғни сүтті қыз атты торттың рецептімен бөлісемін. Ал бисмилля деп, бізге ең алдымен сгущенка керек, жұмыртқа керек, разрыхлитель, ванилин керек. Бұл жерде мен үлкендірек торт жасау үшін тағы 2 торттық порцияны алып отырмын. Описаниеге бір тортқа қанша зат керек болатынын жазып кететін боламын. Ең алдымен осылай сгущенкамызға жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен де араластыра берсеңіздер болады. Содан соң ұнымызды салып, араластырып, разрыхлитель ванилинді салып, жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай, өзі 3-ақ нәрседен тұратын, бірақ өте дәмді болып шығатын сүтті қыз атты тортымыз. Содан соң сары майды ерітіп, ең соңында дайын болып қалған қоспамызға араластырамыз. Тағы да қамырымыз осындай қою қаймақ тәрізді болады. Пергаментный қағазға осылай қасықпен жайып, бір тексетіп жайып, печкада 7-8 минутта пісіріп отырамыз әр коржды. Мана осындай болып, сарғыш етіп пісіріп аламыз. Тез күйіп кетеді, тезірек пісіріп алып отырмасаңыздар, күйіп кетіп жатса дәмі бұзылады. Содан соң кремін дайындап алдым. Кремне тағы да мен сливки 33%, творожный сыр және сахарный пудрамен жасайтын болам. Өте дәмді крем шығады осы қоспадан. Енді кремімізді әр коржға 4 қасықтан салып, осылай тортты жинаймыз. Жинап болып, холодильникке кішкене қойып, тағы да сыртын осылай әсемдейміз. Бұл жерде тортты корждарды жинағанда басқаша оңай кремдер пайдалануға да болады. Достар, видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет.